Бүгін осы маскаларды жасайтын боламыз. Қалай жасау керектігін көрсетемін. Алдымен ChatGPT-ға кіреміз. ChatGPT-ға немесе Gemini-ға да кіруге болады. Телеграмға салдым промптты, сол промптты алып, прям ChatGPT-ға немесе Gemini-ға немесе Nano-Banana-ға салып, осылай қоясыздар, болды. Басқа ештеңе істемейсіздер, күтесіздер, сіздерге суретті өзі салып береді. Міне бізге салып. Енді әрі қарай мына суретті жүктеп алғанбыз. Жүктеп алғаннан кейін сосын келесі запрос тастаймыз. Мен загрузить деп жүктеп алдық. Енді біз қасқырдың суретін салғымыз келеді. Дәл осы промптты қойып, мына жерге түлкінің басы деп тұрған жерге қасқырдың басы деп өзгертеміз. Қасқырдың басы бейнеленген, мына жерде қасқырдың жүзі деп, түлкінің жүзі дегенде қасқырдың жүзі дейміз. Сосын киімін, бас киімін өзгерткіміз келсе, көк түсті дегенді қоңыр түсті деп өзгертуімізге болады. Қоңыр түсті. Қалай өзгерткіңіз келеді, киімін осылай запроспен өзгертіп аласыздар. Сосын жібереміз, тағы да күтеміз 1 минуттай. Қасқырдың суретін салып берді. Бұны да жүктеп аламыз. Әрі қарай біз енді мына жерде запросты тастамай-ақ, енді осылай салып болды ғой, 2 рет салғаннан кейін просто біз алып қоян деп салсақ болады. Қоянды сал деп. Міне, уже түсінді біздің запросымызды не салу керектігін, бізге не қажет керек екенін. Әрі қарай енді өзі осы запрос бойынша жасай береді. Егер киімін өзгерткіңіз келмесе, қоянның дәл осындай киімде қалатын болса, онда осылай жазасыздар, қоян дейсіздер. Дәл қазір тағы қоян салып береді бізге. Міне қоянды салып берді, қоңыр түсті бас киіммен. Әрі қарай арыстан деп жазамын. Сосын арыстанды салып береді. Арыстанды салып жатыр, біз мына суреттердің барлығын загрузить деп басып жүктеп аламыз. Міне осылай кез келген суретке, кез келген ертегі кейіпкерлерін оңай түрде жасай аласыздар. Ең бастысы мына промптты алып алыңыздар.